Баршаңызға сәлем. Бүгін Грэс жайлы талқылаймыз. Бұл проектте салымсыз түрде күнделікті $9 таба аласыз. Twitter'да Binance және OKX бұл проект жайлы атап өткен болатын. Инвестиционный қаражат 4,5 миллион жинаған. Проект Грэс жайлы айтып жатырық, бірақ Wine тұр. Неге бұлай болды десеңіз, себебі Грэсті Getbook'a кірсек оқысақ болады. WineLab Gрэс компаниясы негізін қалаушы. Олар жасанды интеллекті мөлдір этикалық және әділ ету үшін жұмыс істеуде. Ал Грэс мұның істеудің бір жолы. Яғни Грэс бұл жасанды интеллект жобасы болып келеді. Адам түсінетін тілде айтқанда, сен өз браузеріне Грэстің расширениесін ұстап етесің және ашық түрде қосып қоясың. Проект сенен қолданбаған интернеттің трафигін алып, өздерінің нейросетке үлесін қостырады. Уайымдама, интернеттің жылдамдығын түсірмейді. Расширение трафик алып жатқаны бар ма, жоқ па, вообще білінбей қалады. Әрине бұл текке істелмейді. Саған сол үшін проект Грэс өз монетасын сен шотына жіберіп отырады. Ол монетаны қалай теңгелей шығарамыз деген сұрақ ойына келсе, никак. Бұл дроп досым. Қазір монетаны жинайсың, потом өз уақыты келгенде шын ақшаға ауыстырасың. Бірақ обязательно ауыстырасың, себебі болашағы бар проект. Және біз үшінші эпохада жүрміз. Басында жабық альфа өткен, одан кейін эпоха 1, 2 болған, оны біз өкінішке орай өткізіп алдық, бірақ қазір бастасақ та кеш емес. Күшті салымсыз түрде сен ақша табасың еді. Толықтай түсінбесең де жалпы Грэс не проект екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Түсінбесең комментке жазып кет. Енді давайте по порядку істейік. Ең бірінші, описаниеда тұрған сілтеме арқылы кіріп регистрация өтеміз. Одан кейін Грэстің расширениясын өзіміздің браузерімізға установить етеміз. Расширенияны ашамыз, логин дегенді басамыз, логин пароль енгізіп, батырманы бас. Расширенияны қайттан аш және connected деп тұрса, онда сен сәтті қосылдың. Басты мәзірді мұна жерде disconnected немесе осы жерде солай жазылып тұрса, мән берме. Басында солай болып тұрады. Негізі қосылып тұрар расширение. Уақыт өте келе статус артынан өзгереді. Табыс деген окнода сол жағында общий счетыңызда қанша монета бар екенін көрсетіліп тұрады. Оң жағында бүгінгі күнде қанша монета тапқаныңыз көрсетеді. Орта жағында табыс статикасы көрсетіліп тұрады. Сен күнделікті қанша монета тапқаныңыз графика. Тағы да монета табу жолы реверс вкладкасына кіріп, сіз өз күнделікті саяқтыңызды алып отыра аласыз. Егер бір күнде төмен жақтағы шкалада асырып монета табатын болсаңыз, сыйақы бонус ретінде беріледі. Оны алу үшін клейм батырманы басасың. Және реферальный программа арқылы шақырып тоже монета табуға болады. Онымен осы галаксияға кіріп, осы жерде активность көрсетіп кетсеңіз болады. Бұл бізге не береді? Білмеймін достар, оны ешкімде білмейді әзірше сәтте. Просто істей сал, но кейін бір үлесін тигізер. Дым қиындығы жоқ, Twitter'ға тіркеліп, лайк, ретвит жасау керексің. Регистрация өткен почтаны енгізесің, ал Discord'ты түсінбедім, просто қалдырып кеттім. Сен білсең комментке жазып кет. Бұл 3-ші эпоха 9 апрельге дейін болады. Потом біткеннен кейін не болады? Менің ойымша ол жақта 4-ші эпоха басталады. И сол жақта тоже монета жинайтын боламыз. Монетаны жинап, кейін листингқа шыққанда долларға ауыстыратын боламыз. Менің ойымша бұл ген проект. Все-таки осы проектті өз уақытымызды бөлген дұрыс деп ойлаймын. Ал сен қалай ойлайсың? Комментке жазып кет. Сіздермен мен болған Полк, келесі көріскенше.